Қазіргі кездегі мультфильмдер әдетте бізге қол соғылмайтын немесе аркейн сияқты шедеврлерді көрсетеді. Бірақ олар қаншалықты жақсы болса да, балалық шақтағы мультфильмдер біздің жүрегімізде ерекше орын алады. Біз алдыңғы бейнелердің бірінде әйгілі мультсериалдардың қалай аяқталғанын айттық. Бүгін біз сізге балалық шаққа қайта баруды ұсынамыз, бірақ жаңартылған маршрутпен. Осы бейнеде Джимми Нейтронның қайда жоғалып кеткенін, аңызға айналған Люди Х-ке не болды және өрмекші адам Мэри Джейнді таба алды ма деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Егер сізге балалық шаққа саяхатымыз ұнап жатса, бізге лайк басуды ұмытпаңыз. Тізімді бастайтын классикаға айналған Джимми Нейтрон туралы мультсериал 2002 жылдан 2006 жылға дейін 3 маусымға созылды. Қазіргі заманғы стандарттар бойынша нашар анимацияға қарамастан, сериалды көптеген адамдар ерекше сюжеттер мен тапқыр әзілдер үшін жақсы көрді. Зұлымдар лигасы эпизоды бұл мультсериалдың соңғы сериясы болды. Негізгі сюжет Губот патшасы Джимми Нейтронның басты қарсыластарымен бірге данышпан баланы жойғысы келетіндіктен басталады. Осы кезде Джимми қара тесік генераторына келеді. Синди өзінің зертханалық бөлмесінде ең қауіпті өнертабыстарды, соның ішінде X-меннің супер-хиро командасының күші бар эликсирін тауып алады. Джимми мен оның достары күтпеген жерден данышпан баланы ұрлап әкететін зұлымдар лигасын жариялайды. Лига кемесіне жасырын түрде енген Шен Джиммиді құтқаруға тырысады, бірақ жоспары орындалмай, басқалармен бірге түрмеге қамалады. Онда Джимми Шен Ти есімді жауызбен танысып дос болады. Ол балдарға Карлды көмекке шақыратын құрылғы береді. Карл Синдимен бірге эликсирлерін жинап, достарына көмектесу үшін жерге оралады. Джиммидің ата-анасы мұны көріп, ұлына көмектесуге тырысады. Күйеуі байқаусызда қара тесік генератормен жерді 75 миллион жылға артқа қайтарады. Сонымен қатар тип Джимми мен Шейннің қашып кетуіне көмектеседі. Алайда көмекке келгендер Карл, Синди және Либи тікелей зұлымдардың қолына түседі. Джимми достарын құтқармақ болып, барлығы эликсир пакетін пайдаланады. Бірақ олар эликсирге уланып, зұлым адамдар бүкіл команданы қамауға алады. Содан кейін кейіпкерлер қашып жерге ұшады. Жігіттер Хью жасаған қара тесікті байқайды. Достары болса қала тұрғындарын динозаврдан құтқарып жатқанда, ақылды Джимми қара тесікті жабуға тырысады. Бұл Джиммидің қолынан келеді, алайда қалада зұлымдар лигасы бар тұғын. Бірлескен күш-жігермен олар лиганы бор дәуіріне апарып тастайды. Соңында Синди мен Джимми қол ұстасып, бүкіл командамен кафеге қарай бара жатады. Содан кейін келесі болып Sonic X сериалына келдік. 2003 жылдан 2006 жылға дейін эфирге шығып, кейіпкер әлеміне әртүрлі толықтырулар енгізді. 3-ші маусым жоба үшін соңғы маусым болды. Ол Sonic командасымен жауыз роботтар командасымен шайқасу туралы болды. Олар одан хаус изумруттарын тартып алғысы келді. Бірақ Sonic оларды бүкіл галактикаға таратады. Соникті көптен бері іздеген Космо есімді келімсек жерге келеді. Өйткені ол галактиканы Метарикстен құтқара жалғыз жан. Кейінірек маусымның басты кейіпкері Крис атты зұлым адам Сониктің планетасындағы жұмыртқасын ұрлап кетеді. Онсыз ол өмірлік үшін жоғалта бастайды. Батырлар хаус изумруттарын іздей бастап, өз планеталарын тірілтуге тырысады. Тарих барысында Тейлс пен Космо бір-біріне ғашық болады. Маусымның финалына жақын кейіпкерлер осы уақыт ішінде Космоның Метарикс тыңшысы болғанын біледі. Олар миына бақылау құрылғысын орналастырған екен. Ғарышта зұлым адам сияқты адам тәрізді өсімдіктердің мекендеуі бұларға қауіп төндірді. Жерді қайта өмірге әкелу үшін оларға планетаның өмірлік энергиясы қажет болды. Соник және оның достары Эггман мен Ружмен бірге Метарикс басқарып тұрған ғаламның орталығындағы планетаға барады. Онда жауыздарды ұтатын жекпе-жек басталады. Олардың мақсаты галактикамен бірге планетаны жою еді. Планета алып құмға айналып, Метарикс қобыжық кейпінде Сониктерге көмектеседі. Соник пен Шедоу хаус изумруттарын пайдаланады, бірақ бәрі бекер болып шығады. Космоның анасы басқаларды құтқару үшін өзін құрбан ету керек деген сөзін еске алады. Ол алып тұқыммен домалап, Тейлстен Соник пен Шедті атуды сұрайды. Тейлс мұны жасағысы келмей, Космомен бірге өледі. Соңында Эггман Криске қайта оралуға көмектеседі. Енді жер бетінде Соник өз империясын құруды жоспарлайды. ТНТ және СТС каналдары бізді керемет мультфильмдермен қуантқан болатын. 2005 жылдан 2007 жылға дейін Disney арнасында американдық айдаһар Джейк Лонг атты анимациялық сериалы шығып, бүгінгі күнге дейін жанкүйерлер үшін керемет естеліктер тудырып жүр. Сериал 2 маусымға созылып, қуанышқа орай лайықты финалға қол жеткізді. Соңғы эпизодта Джейктің отбасы Гонконгқа келді. Онда олар арнайы ғибадатханада өтетін айдаһар жетекшілерімен кездесуге қатысты.
Ол 1000 жылда бір рет болатын күн тұтылу кезінде пайда болады. Осы уақытта қара айдаһар Джейк пен барлық жақсы айдаһарларды жойғысы келеді. Бұл оған сиқырлы әлемді басқаруға мүмкіндік береді. Қара айдаһар Джейкке ультиматум беріп, айдаһар слетінің қонақтарына санасын улайтын сусын беріп, мас етуі керек. Әйтпесе ол енді өз атасын көрмейді. Джейк Розадан көмек сұрағанда қыз оны танымай қалады. Алдыңғы эпизодтардың бірінде ол Ханс руын жою үшін сиқырлы бас сүйектерді қолданған тұғын. Осылайша Роуз кланға қатысты барлық нәрсені, соның ішінде Джейкті де ұмытып кетті. Ол полиция шақырып, оны қамауға алады. Кейінірек қашып шығып, Фудок анасымен болған оқиға туралы хабарлайды. Осы кезде бөлмеге Джейктің әкесі кіреді де өзінің отбасы туралы шындықты біліп, оларға қара айдаһарды ұстауға көмектеседі. Джейк артынан айдаһарлардың аңдып келетінін біліп, оларды қабылдауға дайын тұрады. Сөйтіп барлық айдаһарларға сиқырлы сусын береді. Басты зұлым қара айдаһар келіп, қол астындағыларға айдаһарларға бұйрық бергенде, олар оған бағынбайды. Сөйтсе, Джейк зұлым айдаһарды ұту үшін сусынның құрамын өзгертіп тастаған екен. Джейктің жақындары мен жақсы айдаһарлары қара айдаһар мен оның жақтастарына қарсы соңғы күресте бірігеді. Кейінірек Роуз Джейктің курткасынан бірге түскен суреттерді көріп, бәрін есіне түсіреді. Осылайша Роуз да командаға қосылып, жауға қарсы күреседі. Бұл кез аяқталып, ғибадатхана жоғала бастайды. Барлық кейіпкерлер сыртқа шығып үлгереді. Алайда қара айдаһармен шайқасқа қатысқан Роуз іште қалып қояды. Джейк оған көмекке асыққанда, оны зұлым адам ұстап алады. Роуз оған қара айдаһардан алыстауға көмектесіп, қара айдаһар тағы 1000 жылға қамалады. Бізге керемет естеліктер сыйлаған таңғажайып жобалардың бірі 1992 мен 97 жылдар аралығында шыққан және 5 маусымға созылған X-Men сериалы болды. 2021 жылы Сальванада мультфильмнің жалғасы шығады деп жарияланды. Аңыз сериалдың оралуын біз осы жылдың күз айларында көре аламыз деген сыбыс бар. Оған дейін сериалдың қалай аяқталғанын еске түсірейік. Бастапқыда конференцияда Генри Гайрич мутанттар мен адамдар арасындағы реттеу үшін арнайы шектеуді айтып ұсынады. Құжат елдегі барлық мутанттарға деген жеккөрушілікті тудыруы керек тұғын. Профессор X конференцияда осы заңның қабылдануына жол бермеу үшін келеді. Гайрич ызаланып, импульстік сәуле шашатын құрылғымен профессорды атады. Қатты сәуленің күшінен профессор өз күшін басқара алмай, комаға түсіп қалады. X-мен профессорды құтқармақ болады, бірақ күші жетпейді. ақш императрицасы Леландтан көмек сұрайды, бірақ мұны қалай жасау керектігін білмейді. Сонымен қатар, Гайричтің әрекетінен туындаған мутанттар бүкіл елге қауіп төндіріпті. Магнито мутанттарды адамзатқа қарсы күреске шақырып, оларды Геноши аралына жинайды. Осы кезде радиоактивті адамдар Магнитоға шабуыл жасайды. Сол жерде Росомаха, Джин Грей және Циклоп зұлыммен шайқасқа түседі. Алайда қалған мутанттар профессор X-тің жағдайы туралы білген кезде шайқас тоқтатылады. Өзінің мәңгілік жауы әрі жалғыз жақын досын қолдау үшін Магнито адамдарға көмектесуді шешеді. X-мен олармен бірге Лиландраны шақырады. Ол Чарльзды емдеу үшін доп империясына апару керек деп айтады. Комадан шыққан Чарльз достарымен қоштасып ұшып кетеді. Ал X-мен мен Магнито жерде қалады. X-мен мультсериалы сөзсіз классикаға айналды. Ең жақсы Джестикс сериалы туралы да солай айтуға болады. Өрмекші адам 1994 жылдан 1998 жылға дейін эфирге шығып, 5 маусымға дейін созылды. Өрмекші адамның көптеген жанкүйерлері осы мультфильмнің арқасында кейіпкерді жақсы тани бастады. Көптеген адамдар классикалық пьесаны еске түсіре отырып, оның музыкасына дейін жаттап жүрді. Өкінішке орай, Өрмекші адамның X-меннен айырмашылығы әлі де өз жалғасын алған жоқ. Сонымен қатар, сериалдың сюжеті күрт үзіліп, оқиғаны аяқтамай, жанкүйерлердің көңілін қалдырды. Соңғы эпизодтарда Өрмекші адам балама шындықты келтіреді. Виртуалды әлемде Стеналазы Карнажбен бірігіп, басқа зұлымдардың көмегімен Нью-Йоркке шабуылдайды. Карнаждың мақсаты бүкіл әлемді жойып жіберу еді. Зұлым әріптесін жеңу үшін Спайдермен өз нұсқаларын басқа әлемдерден іздеп таңдайды. Өрмекші адамдар зұлым Карнажды тоқтата алады, бірақ ол басқа әлемге қашып кетеді. Ал батырлар оның соңынан қуады. Бұл әлемде Бен көкесі тірі болып шығады. Оның көмегімен Спайдермен Карнаж өрмекшісін шабуылдайды. Алайда симбиот тым мықты болып шығып, кейінірек зұлым адам басқа порталға секіру арқылы жойылып кетеді. Түрлі Спайдерменнің нұсқалары өз әлеміне кетеді. Шын Спайдермен болса Стэн Лиге барып, оны жасаған үшін өз алғысын білдіреді. Сөйтіп Өрмекші апайға қарай бет алады. Осыдан кейін Өрмекші апай Питерге 2016 жылы өлшемаралық порталда жоғалып кеткен Мэри Джейнді іздеуге көмектесуге уәде береді. Джон Семпер, мультсериалдың бас жазушысы әрі продюсері, жобаның қалай аяқталу керектігін айтады. Өрмекші
өрмекші адам 19 ғасырдағы Англия еліне портал арқылы келеді. Онда достары мен жауларының жергілікті нұсқаларымен, сондай-ақ Шерлок Холмспен кездеседі. Дәл осы кездегі симбиот Карнаж бен Мэри Джейнді жүреді. Питер өзінің жаңа одақтастарының көмегімен Мэри Джейнді тауып, соңғы жекпе-жекте қызыл симбиотаны жеңеді. Осыдан кейін өрмекші ханым Питер мен оның сүйіктісін үйіне алып келеді. Соңында өрмекші адамдардың қалған бөлігін көрсетіп, соның ішінде Майс пен Гвен де бар тұғын, үлкен күш арқылы үлкен жауапкершілік келетінін айтып, сериал бітеді. Марвел бұл жобаның жалғасын шығарады деп үміттенейік. Ал сіздің жүрегіңізге қай мультфильм ерекше орын алды? Пікір алаңына жаза кетіңіз. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз.